Бүгінгі күні гектарына 15-те 2 центнер болған кезде жалпы 23-те 2 миллион тонна астық жиналды. Ал енді бұл былтырғы жылы жаңылыспасақ 10 центнерге де жетпеген еді. Мемлекеттік қолдаудың әсерінен егіннің жоғарылауы әлде ол да бір үлкен бір себептердің бірі деп есептейміз. Қазіргі уақытта қанша пайыз техника жаңартылды? 5% обновление жүріп жатыр. Әрине ол енді жылдың аяғына дейін тексеріледі. Жылдың қорытындысы осы келесі жылдың февраль айында нақты көрсеткіштер облыстардың әкімдіктеріне жиналатын болады. Жалпы қоймаларымыздың қауқары осынау мол өнімді жинауға және сақтауға жете ме? Жалпы республика бойынша ол екеуін қосқан кезде 30 миллион тонна астықты сақтауға қоймалар бар. Зауыттардың сыйымдылығы биылғы шыққан өнімнің көлеміне шыдай алмай жатыр деп дабыл қақты. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен. Назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмақожа. Я достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Тек сәл уақытыңызды бөліп, сұхбаттарымызды көріп, лайк деп тапсаңыздар, лайктеріңізді баса кетіңіздер. Себебі сіздердің басқан löпіл, қалдырған пікірлеріңіз қадамымызға қанат байлап, шабытымызға шабыт қосатыны ақиқат. Жай ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық, күн тәртібінде орақ науқанының қорытындысына қатысты әңгіме қозғайық. Ол үшін шақырылған арнайы қонағымыз бар, таныс болыңыздар. Алаң YouTube каналының бүгінгі кезекті қонағы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің егіншілік департаменті агромелиорация басқармасының басшысы Досымбетов Ерсайын Аяпбергенұлы. Ерсайын, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам. Енді ең біріншіден осы уақытта сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Енді жалпы биыл орақ науқаны сәтті аяқталып келе жатыр деген ақпарат құралдарынан біз ақпаратты естідік. Жалпы осы төңірегінде сізбен бір тереңірек пікір алмасақ деген ниетпен шақырып отырмыз. Жалпы биылғы орақ науқаны аяқталуға қазір жақын қалды. Нәтиже қалай болып жатыр? Биылғы жылы республика бойынша жалпы егіс алаңы 23-те 3 миллион гектарды құрайды. Оның ішінде дәнді дақылдар 16-7 миллион гектар. Бүгінгі күні осы облыс әкімдіктерінің ақпаратына сәйкес жалпы егінді осы дәнді дақылдардың 96%, 97% уже жиналды. Бүгінгі күні гектарына 15-те 2 центнер болған кезде жалпы 23-те 2 миллион тонна астық жиналды. Әрине бұл енді өздеріңізге белгілі 22 жылы соңғы 10 жылдағы рекордный жыл болған 22 миллион тонна жинағанбыз. Ал 2011 жылы ол 27 миллион тонна жинаған, ол ең үлкен рекордтық болған. Одан кейінгі 22 жыл болды, соңғы 10 жылдағы рекордный жыл. Енді биылғы жылы өздеріңізге белгілі бүгінгі күні облыс әкімдіктерінің жедел ақпаратына сәйкес 25-те 3 миллион тонна астық жиналып тұр. Әрине бұл деп отқанымыз шаруалардың уақытылы өз еңбектері деп айтамыз. Әрине министрліктен өз құзырет шегінде біршама қолдаулар көрсетілді. Оны атап айтатын болсақ, базовый субсидия деп айтамыз. Бүкіл оның тұқымына да минералды тыңайтқыш сатып алу кезінде, техникалар алған кезде, лизингке, кредитке берілген ақшалардың барлығы осы егін жинаудың жақсы жинауына, сонымен қатар өзіңізге белгілі өткен жылы осы жылдың басын осы егін жинау жұмыстары кезіндегі ылғалдың мол түсуі, сонымен қатар аталған қаражаттар мемлекеттік ол әрине осы егіннің биылғы жылы жақсы шығуына өз септігін тигізді. Ғылыми дәлелденген шаруа өз кезегінде сапалы тұқымды пайдаланса, ол урожайдың сапалы болуына 20-25% әсер етеді. Сонымен қатар шаруа минерал тыңайтқыштарды уақытылы және өз мөлшерінде енгізетін болса, минерал тыңайтқыштар, ол жалпы өлімнің 20-35%-ден жақсы әсер етеді. Әрине ол аталған бөліп отқан қаражаттар, сонымен қатар ауа райларының осы егіннің вегетационный период дейміз, өсу кезіндегі ылғалдың мол болуы, әрине барлығының себепкері осы егіннің жақсы бітік шығуына өз септіктерін тигізді. Жақсы, енді өзіңізді айтып отырсыз, мына орташа өнімділік 15-те 2 центнер биыл болды деп. Ал енді бұл былтырғы жылы жаңылыспасақ 10 центнерге де жетпеген еді. Енді осындай бір күрт өнімнің өсуіне сіздер айтып отырған бағанағы субсидияның бөлінуі, қаражаттың молаюы әсер етті деп айтуға толық негіз бар шығар,
Әрине дұрыс айтасыз. Өткен жылы да өзіңіз айтқандай гектарын 10 центнер болған. 10 центнер 9-10 центнер болған. Орташа есеппен. Ол кезде уақыт өзіңіз белгілі, былтырғы жылы именно егін жинау жұмыстары кезіндегі жауын-шашынның мол түсуі, сол әрине егіннің сапасының төмендегеніне әсер етті. Сонымен қатар мен жаңа ғана айтып өткендей, дұрыс айтасыз, мемлекеттік қолдаудың әсерінен егіннің жоғарылауы әлде ол да үлкен бір себептердің бірі деп есептейміз. Әрине осы шаруаға ең біріншіден министрліктің негізгі құзыреттерінің бірі егін шаруалардың қажеттіліктерінің бір бөлігін өтеп беру. Ол бойынша жаңа айтып өткенде түрлі мемлекеттік қолдаулар бар. Ол барлық цикл дейміз ғой, барлық цикл бойынша мемлекеттен қолдаулар көрсетіледі. Және де жаңағы сөзіңізге дәлел болсын, аталған биылғы жылы былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе жоғары қолдау көрсетілген қаражат, әрине ол шаруалардың өздерінің техникасын жаңартуына, жақсы тұқым сапасының енгізуіне, минерал тыңайтқыштарды сатып алуына, әрине ол қаражат оған үлкен бір көмекші құрал болып табылады. Серпін болды. Серпін болды, және ол нәтижесі бүгін өздеріңіз көргендей, ал осы көрсеткіштер енді қазіргі айтқанда енді рекордтық көрсеткіштерге әкеліп отыр. Жақсы, енді 580 миллиард теңге бөлінді, жалпы. Бұл қандай мақсаттарда жұмсалды? Кішкене ашып беріңізші? Жалпы дұрыс айтасыз, жалпы көлем 580 миллиард, оның 140 миллиард теңгесін кең дала бағдарламасы арқылы аграрлық несие корпорациясы арқылы жүзеге асырылады. Ол былтырда осы жылы осындай көлем бөлінген. Аталған көлем сонымен қатар азық-түлік келісімшарт корпорациясы мен форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша 40 миллиард теңге бөлінді. Ол өздеріңізге белгілі, мынау көктемге шаруаға кредит есемде ақшалай береді, ал күзде оны тауарлай қайтарады. Бұл бағыт сонымен қатар 20 миллиард теңге техникаларды жаңартуға, техника сатып алуға да лизингке 120 миллиард теңге бөлінді. Өзіңізге белгілі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес техниканы жаңарту 10%-ке дейін жеткізу міндеттері бар алдағы. Соларда межеге жету үшін бүгінгі күні шаруаларға техника сатып алу бойынша осындай қаражаттар бөлінді. Сонымен қатар аталған қаражат бизнес өкілдеріне де бәйтерек институттар арқылы да 100 миллиард теңге бөлінді. Жалпы көлемі осылай көктемгі егіс жұмыстарына және көктемгі егін жинау жұмыстарына бөлінген қаражат, осы кредит лизингтердің жалпы сомасы, жалпы қорытындысы осы 580 миллиард теңгеге сай келеді. Қазіргі уақытта қанша пайыз техника жаңартылды? Енді бүгінгі күні облыс әкімдіктерінің ақпараты негізінде біз негізі бұйрыққа сәйкес облыс әкімдіктерінің ақпарат жинатылады. Және биылғы сатып алған техникалары, соның ішінде бүгінгі наличиеде бар, қолдағы бар техникаларынан есептегенде бүгінгі күні енді қазір 5,5% обновление жүріп жатыр. Әрине ол енді жылдың аяғына дейін тексеріледі. Жылдың қорытындысы осы келесі жылдың февраль айында нақты көрсеткіштер облыстардың әкімдіктеріне жиналатын болады. Сонымен қатар техникаға деп тоқталдық қой, техниканың енді бүгінгі күні өздерінде үлкен қолдаулар бар. Жаңағы айтып өткен 30% инвест-субсидия деп отырғанымыз, ол үлкен мүмкіндік. Бір техникасыз бағасын көрсеңіз, комбайндардың, астық және комбайндардың бағасы өте үлкен, қымбат тұрады олар. Бағасы жоғары. Соның әр техникаға 30% субсидия беру деген ол шаруаға үлкен көмек. Ол первоначальный взнос деп айтамыз ғой, алдын ала төлемді, ақша жарнасын мемлекеттен төлеп береді. Ал қалған 70% ол өзінің банктың кестесіне сәйкес төленеді. Ол аталған көмек ол үлкен шаруаларға, ол техникасын жаңартуға ол үлкен септігін тигізеді. Сонымен қатар қосымша лизингке бөлінген ақша биылғы жылы через Казагрофинанс арқылы 120 миллиард теңге бөлінді. Ол да бір үлкен сума, ол техниканы өзіңізге белгілі шаруаға ең бірінші техника керек қой, егін. Ол аталған көлемдер техниканың ертеңгі жаңаруына өз септігін тигізеді деп есептейміз. Енді қазір біз айтып отырған бұл дәнді және бұршақты дақылдар. Сол секілді мысалы майлы және бақша дақылдарында жиын-терін науқаны туралы не айтасыз? Жалпы бүгінгі күні май дақылдарды жинау көлемі жалпы республика бойынша 42% құрайды. Жалпы өнімнің бүгінгі күні 42%-нен өнімдер жиналды. Бұның нағыз енді цифрларына келетін болсақ, бүгінгі күні 10,9 центнер гектарына болған кезде 1,3 миллион тонна
майлы дақылдар жиналды. Сонымен қатар бақша дақылдары бүгінгі күні 2,6 миллион тонна жиналды. Оның өнімділігі гектарына 260 центтерді құрайды. Және көкөніс дақылдары бүгінгі күні республика бойынша 3 миллион тоннаға жуық жиналды. Бұл жалпы көлемнің 80-90%-ін құрайды. Биыл жалпы өнім шығын өте жоғары, көңілге қонымды. Енді осы жерде келесі бір сұрақ туындайды, мына элеваторлардың жағдайы туралы. Жалпы қоймаларымыздың қауқары осынау мол өнімді жинауға және сақтауға жете ме? Бүгінгі күні лицензияланған деп айтамыз ғой, лицензияланған астық сақтау қоймалары бүгінгі күні республика бойынша жалпы олардың сыйымдылығы 13,4 миллион тоннаны құрайды. Сонымен қатар жеке және шаруаларда, СХТП деп айтамыз ғой, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінде бүгінгі күні 16,6 миллион тонна. Жалпы республика бойынша ол екеуін қосқан кезде 30 миллион тонна астықта сақтауға қоймалар бар. Яғни жетеді толыққанды. Қазіргі бізде 25-те 2 жиналады деген жоспар бар. Әрине ол жиналған көлемнің барлығы ол қоймаға барады дегенде сөз емес. Бұл жерде шаруалардың өзінен енді экспортқа кетеді, олар мукомольный предприятие деп айтамыз ғой. Астық өңдейтін кәсіпорындарына кетеді. Әрине олардың бір бөліктері қоймаларға кетеді. Қоймалардың сыйымдылығы өзіңіз айтып өткендей, жалпы республика бойынша 30 миллион тонна астықты қабылдауға жеткілікті. Жалпы суды көп қажет ететін дәнді дақылдардың көлемі туралы қысқарту мәселесіне тоқталайықшы. Бақ беттерінде биыл күріш алқабы 6,9 мың гектарға, мақта алқабы 16 мың гектарға қысқартылған жазылды. Енді бұл туралы болашақта бұл жұмыс жалғасады деді вице-министр Азат Сұлтанов. Қазірде сол көрсеткіш пе, әлде көрсеткіш өзгерді ме? Енді бүгін диверсификация әртараптандыру бағытында биылғы жылы министрлікпен үлкен жылдың басында талдаулар жүргізілді. Әрине негізгі талдаулардың диверсификация негізгі мақсаттарының бірі нарыққа тиімді және нарық сұранысына ие тауарлардың өнімділігін арттыру. Бұл бағытта әрине өздеріңізге білген астық дақылдары, оның ішінде бидай дақылының бүгінгі күні әлеуметтік маңызы бар тауарлар болып табылады ол да әрине. Бірақ ол как монокультураға кіргеннен кейін оның площадьтарын жыл сайын шамалы азайту бір бөлігінде қарастырылған. Сонымен қатар соның қысқарған есебінен майлы дақылдарды үлесін ұлғайту, сонымен қатар қант қызылшасының несін ұлғайту, сонымен азықтық дақылдардың көлемін ұлғайту жоспарда бар. Бұл ретте сонымен қатар суды көп үнемдейтін, көп қажет ететін дақылдардың да алқаптарын азайту бойынша да жұмыстар жүргізілуде. План биылғы жылы, өткен жылмен салыстырғанда күріш дақылы 4-5 мың гектарға азайтылды. Сонымен қатар мақта дақылдары 6 мың гектарға азайтылды. Әрине бұл азайтылған күрішті де азайтуға негізгі мақсаттардың бірі ол үнемі суда тұратын өнім, және оның өздеріңізге белгілі бұл жерде негізгі мақсаттардың бірі мемлекеттік қолдаулардың үлесін арттырып, оның өнімділігін жоғарылату, енді уражайнысын деп айтамыз ғой. Ал оның орнына алқаптарын қысқартып, алқаптарының орнына жаңадан көкөніс дақылдарын егу, сонымен қатар майлы дақылдардың үлесін арттыру болып табылады. Аталған көлем жаңада айтып өткендей нарықта сұранысқа ие тауарлардың үлесін арттыру мақсатында жүзеге асырылып отыр. Демек, яғни ол күріш, мақта болсын, суды көп қажет ететін дәнді дақылдарды қысқарту ертеңгі күні бір әлеуметтік шиеленіс тудырмайды. Сіз қанша мысалы оның жыл несін алқабын көп еккенмен урожайын азалтсаңыз, ол енді тиімділігі аз болады. Ал оның енді өзіңізге белгілі оңтүстік өңірлердің бәрі суармалы егісте ғой, енді судың да несі сұрау бар дейді, судың үнемдеу мақсатында жұмыс жасалған шаруалар. Енді оның алқаптарын қысқайтып, суды үнемдеп, оның өнімділігін арттыру, оған минерал тыңайтқыштарды беру, сонымен қатар қазір бүгінгі күні түрлі кредиттермен шаруаларды қамтамасыз ету, олардың өнімділігін арттыруының бір себептері болып табылады. Әрине ол ертеңгі күні алқаптардың қысқарғаны, ол өнімділіктің азайып кететіні деген сөз емес. Жақсы, енді осыдан бір ай алды, Жетісу, Жамбыл және Алматы облыстарында қызылша қабылдайтын зауыттар өздері бір дабыл қақты. Мұндағы басты олардың көтеріп отырған мәселесі зауыттардың сыйымдылығы
биылғы шыққан өнімнің көлеміне шыдай алмай жатыр деп дабыл қақты. Бұл мәселе қазір қалай шешілді? Әрине бұл аталған облыс Жетісу және Жамбыл облыстары министрлікке өз ұсынымдарымен шықты. Министрлік өз кезегінде үкімет аппаратына және қаржы министрлігінде екі облысқа қант қызылшасын тапсырған кезде зауытқа беретін төленетін 25 миллиард теңге қосымша қаражат бөлу ұсынылған. Әрине аталған көлемді бүгінгі күні бөлу бойынша қаржы министрлігімен тиісті жұмыстар жүргізілуде. Аталған көлем әрине қазір бүгінгі күні егін жинау жұмыстары екі облыста өтіп жатыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл рекордный деп айтамыз. Қант қызылшасында да биылғы алқаптар үлкейіп, жақсы урожай күтілуде. Соның әсері енді жергілікті заводтардың мощності деп айтамыз, қуаттылығы Жамбыл облысында енді толығымен артығымен Жетісу облысына бір бөлігін апару бойынша жұмыстар жүргізілуде жергілікті әкімдікпен. Сонымен қатар аталған қаражатты бүгінгі күні қаржы министрлігімен бөлу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жақсы, енді мына азық-түлік корпорациясы биылғы форвардтық сатып алу бойынша өзінің бағасын бекітті деп жатыр. Қаншадан болып жатыр қазір? Әрине бүгінгі күні азық-түлік келісімшарт корпорациясымен көктемдегі форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша бағалары бекітілді. Бүгінгі күні бидайдың үшінші классы бидайдың клейковинасы 23% болған кезде 85 мыңға бекітілді, және 25% болған кезде 90 мыңға, ал клейковинасы 27%-тен жоғары болған кезде 100 мыңға дейін бекітілді. Бұл баға көктемде берілген кредиттің күзде тапсыратын тауарларының азық-түлік келісімшарт корпорациясының қабылдайтын бағалары болып табылады. Аталған баға әрине ол нарыққа бағаларына да өз септігін тигізетін болады. Әрине бұл аталған негізгі бағаны бекітуде осы атамекен кәсіпкерлер палатасы бар, шаруалар бар, ассоциация фермерлер бар, бүкіл мысалы жергілікті институттар мен мемлекеттік органдардың барлығының ұсыныстарының негізінде және шаруалардың әр облыстағы шаруалардың ұсыныстардың негізінде құралды. Енді үлкен мәселе бұл жиналған өнім жақсы, биыл рекордтық дәрежеде өнім жиналды делік. Енді оны сату мәселесі, өз дәрежесінде жоғары бағада сату мәселесі төңірегінде министрлік қандай шаралар атқарып жатыр? Әрине, өздеріңізге белгілі, негізгі Қазақстанның бидайды экспорттаудағы негізгі бағыты Орта Азия мемлекеттері болып табылады. Оның Өзбекстан мемлекеті, Тәжікстан, Түркменстан мемлекеттері. Сонымен қатар өзіңізге белгілі соңғы өткен жылы және осы жылы Қытай нарығына да шығып, ол жаққа экспорттаудың көлемін ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күні 5 миллион тонна астық экспортталса, оның 1,3 миллион тоннасына Қытай нарығына экспортталып отыр. Жалпы биылғы жылы жоспар астықтың экспорттау жалпы көлемі 12 миллион тоннаға жоспарланып отыр, астықты экспорттау. Оның ішінде 2 миллион тонна Қытай Халық Республикасына жылдың аяғына дейін енді экспорттау жұмыстары жүргізілуде. Әрине негізгі бағыттар жаңа айтып өттім, Орта Азия мемлекеттері, олардың жаңаға корпорацияның белгілеген бағалары бар, ол нарықтың өзі реттейді дейді, нарықтың бағаларына өз септігін тигізеді. Жақсы, енді мынау түйін сұрақ болсын. Жалпы келесі жылға егіс және егін жинау науқанына бөлінетін қаржы көлемі 900 миллиард теңгеге дейін жетеді деген ақпарат ресми жарияланды. Бұл қаражат қайда және қалай жұмсалатын болады? Енді өзіңізге белгілі, жаңа мен сөзіміздің басында айттық, биылғы жылы 580 миллиард теңге бөлінеді, келесі жылы аталған осы қаражатты 900 миллиардқа дейін көбейту жұмыстар жүргізілуде. Аталған қаражатты осы жылдың айынан, желтоқсан айынан бастап шаруаларға үлестіруде жұмыстар бүгінгі күні жүргізілуде. Бұл негізгі бөлінген қаражат өзіңіз жаңа айтып өткендей кең дала бағдарламасы арқылы және продкорпорацияның форвардтық сатып алу бағдарламасы бойынша, сонымен қатар техникаларды лизингке алу бағдарламасы бойынша да жүзеге асырылады. Және бұл негізгі жалпы бағыты егін егу және егін жинау жұмыстарындағы барлық осындай шаруалардың қолдау мақсатында возмещение деп айтамыз ғой, бір шығындарын бір бөлім өтеп беру бойынша барлық бөлінетін болады. Аталған қаражат әрине ол ертеңгі күнгі шаруалардың өз құрал-саймандарын жаңартуға, сонымен қатар өз кезегінде одан кейінгі де егіннің шығымдылығын, өнімділігін арттыруына өз септіктерін тигізетін болады деп сенеміз. Жақсы. Рахмет сізге. Уақытта сұхбат берген үшін тағы бір мәрте алғысымызды айтамыз.
Иә достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің егіншілік департаменті агромелиорация басқармасының басшысы Досымбетов Ерсайын Аяпбергенұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.